Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бүгін біз қайтадан математикаға есептер шығаратын боламыз. Бүгін біздің есептеріміз негізі оңай тақырыпта, бірақ математикада өте маңызды. Бұл 6-шы сыныптың тақырыптары. 6-шы сыныпта маңызды тақырыптардың бірі болып бізде рационал сандар саналады. Сонда біз рационал сандар дейміз минус сандар, отрицательные числа дейді, яғни немесе енді осыларға осындай бір тест алып келіп бердім. Давайте осы тестті шығара бастайық. Алдымен бірінші есепке қарасақ, бірінші есеп бізде модульмен түрі. Модульмен негізі жұмыс істегенде былай жазайық. Мысалы, модуль x тең болады. Қараңыз, мысалы 3 дейік. Енді модульдің ішінен біз білеміз, минус санды қойсақ, бізде ол 3-ке тең болады. Сосын біз модульдің ішіне плюс санды қойсақ, тоже 3-ке тең болады. Плюс санды қойсақ, тоже плюс санға тең болады. Сонда қараңыздар, мен сіздерге оны былай көрсетем. 3-тің модулі 3-ке тең болады. Енді қараңыздар, минус 3-тің модулі бізде тура солай 3-ке тең болады. Көрдіңіз ба? Сонда мынау x-тің мәні бізде 2 болады. Біреусі 3, біреусі минус 3. Жақсы ма? Енді қараңыздар. Енді осы есептерді шығарайық. 1 бөлінген x тең 3, тура солай бізде 1 бөлінген x, қараңыздар, 1 бөлінген x модуль ішінде тең болса 3-ке, біз модульді ашамыз. Сонда бізде 1 бөлінген x тең болуы мүмкін 3, және 1 бөлінген x тең болуы мүмкін минус 3. Енді орындарымен ауысып тастайық. Сонда бізде x тең болады 1 бөлінген 3, және x тең болады бізде 1 бөлінген минус 3. Минусты алдына жазсақ болады. Оны былай жасақ, x тең плюс минус 1 бөлінген 3. Сонда жауабымыз бізде бұл болады. Ары қарай шығарайық. Екінші есеп турасындай. Екі жақпен ашамыз. Сонда плюс және минус. 1 бөлінген x тең болады 1 бөлінген 5, және 1 бөлінген x тең болады 1 бөлінген 5. Минус. Енді давайте шығарайық. Мұнда крестная кірсе, просто ауыстыра салсақ болады. Ауыстырғанда бізде сонда жауабы қандай болады? X тең болады 5-ке. Мұнда x тең болады минус 5-ке. Сонда x-мыз бізде тең плюс минус 5. Жақсы ма? X тең болады плюс минус 5. Енді жауабы С. Түсініксіз болса, видеоны стопқа қойып, өздеріңіз қарап алсаңыздар болады, бірақ негізі модуль тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай, қараңыздар, бізде сәл қиында болып тұр. Шығарып көрейік. X плюс 1 бөлінген 6 тең болады 3-ке. Алдымен осыны шығарайық. Біз мынаның таңбасы плюс қой. 1 бөлінген 6-ның таңбасы плюс. Оны біз теңдеудің ар жағына жібергенде, оның таңбасы минус айналады. Сонда 3 азайтылған 1 бөлінген 6. Ортаға бөлім берсек, бізде 3-ті 6-ға көтереміз, бұл 18-ге тең болады. 18-ді 6-ға бөлейік. 18-ден 1-ді азайтып, ол бізде 17-ге тең болып қалады. 17 бөлінген 6. Сонда ол бізде 2 бүтін, астында 6 болсын. 2 бүтін 17-ден 12-ні айтсақ, үстіне 5 қалады. 2 бүтін 6-тан 5. Енді x плюс 1 бөлінген 6 тең болсын минус 3-ке. Сонда x тең болады минус 3 минус 1 бөлінген 6. Сонда x-мыз бізде тең болады. Қараңыздар. Енді бізде минус 18-ге минус 1 қоя. Минус 18-де минус 1-ді азайтсақ, бізде минус 19 болады. Олар қосылып кетеді, бірақ таңбасы минус болады. Бөлінген 6. Тең болады ол. Сонда бізде 3 бүтін, былай, минус алдына жазайық. Минус алдына жазайық. Минус 3 бүтін, астында 6, үстінде бізде 1 қалады. Енді осындай жауаптарды іздейміз. Қарсақ, бұл бізде А жауабы. А жауабы бізде дұрыс жауап болады. Енді ары қарай шығарайық. Қараңыздар, мұнда тура солай. X азайтылған 5 бөлінген 9 тең болады 2 бүтін 7. Сонда бізде x тең болады
2,7 қосылған 5,9. Енді осыны қосып жіберейік. Қараңыздар. 2-ні 5-ке қоссақ, алдымен бүтін сандарын қосамыз. Бүтін сандарын қосып жатсақ, бізде олар 7-ге тең болады. Енді мынау бөлшек сандарын қосайық. Сонда бізде бүтін саны 7 болады. Енді біз 7 мен 9-ды қоссақ, олар бізде нешеге тең болады? 16-ға тең болады. Біз 16-нан тек қана бүтін санамыз, бұл біз өткен 0,7 қосылған 0,9 ғой. Ол бізде мында 6 болады, қараңыздар. Мында 1 болады. Сонда біз мынаған тағы да өзіміздің 7-мізді қосып жібереміз. Сонда бізде 8,16 шығады. Енді сразу арға есептемек, жауаптарда көрініп тұр, жауапты бізге келіп тұр. Бірақ өзіміз үшін өзімізге есепке салайық. X минус 1 5,9 тең болады минус 2,7. X тең болады минус 2,7 қосылған 5,9. Қараңыздар, мұнда минус сандарға плюс сандарды қосу әдісі. Қараңыздар, біз мынаған қараймыз. Плюс санымызға қараймыз. Плюс санымыз бізде негізі мынадан үлкен болып тұр ғой, үлкен болып тұр. Сондықтан біздің жауабымыз 0-дан көбірек болады. Жауабымыз бәрібір 0-дан көбірек болды. Сондықтан ол плюс болды. Енді қалай табамыз? Біз просто үлкен саннан 5,9-дан азайтып жіберейік. 2,7-ні. Азайтқанда біздің жауабымыз қандай болады? Біздің жауабымыз тең болып қалады 3,2. Сонда бір 3,2 болады. Как раз мынау келіп тұр бізге. Жақсы. 4 есемізді тез шығарып тастадық. Енді ары қарай шығара берейік. 5-ші есеп, қараңыздар, тура солай. Бірақ мында керісінше. Біз плюс саны минус санды азайтып жатырмыз. Бірақ біздің минус санымыз үлкен болып тұр. Мынаны мысалы А деп алайық, мынаны Б деп алайық. Бізде Б А-дан үлкен. Сондықтан сізде жауабыңыз 0-дан кішірек болады. Мына жауапты мысалы былай жайық, жауап бізде 0-ден кіші. Сондықтан сіздің таңбаңыз минус болады. Қарайық. Біз 1-ден 0,90 азайтсақ, бізде неше қалады? 0,04. Осылай болады. Енді қараңыздар. Бірақ таңбасы минус. Бірақ біздің таңбамыз минус болады. Ары қарай біз не істейміз? Біз алдында минус бар. Алдына минус жазамыз. Ол бізде не болып кетеді? Ол бізде плюс болып кетеді. Алдында минус бар. Сонда осы бізде минус болып кетеді. Алдында тағы да бір минус бар. Сонда біз қайдамыз? 1 минус. Сыртқы минус тұрамыз. Сонда мынау бізде қайтадан плюс болып кетеді. Ең сонда минус болып кетеді. Жауабымыз Б варианты. Жақсы. Енді 6-шы есеп. Решите, используя метод Гаусса. Қараңыздар, метод Гаусса-мен жазсақ та болады, метод Гаусса-сыз да жазсақ болады. Мұнда давайте просто жақшыларды ашып жіберейік. Жақшыларды ашып жіберсек, бүкілі минус болып ашылады. Өйткені жақшаның сыртында плюс тұр, жақшаның ішінде минус тұр. Ол бізде минус болып шығады. Сонда бізде былай болады. Минус 2, минус 4, минус 6, минус 8, минус 10, минус 12, минус 14, минус 16. Бүкіл сандар бізде минус болғандықтан, олар бізде қосылып кетеді. Сосын ең жауабында бірақ біз алдына минус қоямыз. Сонда қараңыздар. Былай қосақ болады. Минус 4 пен минус 16 қосайық, минус 20-ға тең болады. Сосын минус 2 мен сосын былай минус 8 минус 12-ні қосайық. Бізде минус 20, минус 40 болып кетеді. Минус 6 мен минус 14 қосайық. Тоже 20 болады, минус 60. Енді біздің қалғанымыз минус 2 мен минус 10. Сонда минус 60, минус 72 болады. Жауабы да.